Қайырлы күн достар, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмді әрі дастархандарыңыз көркін ашатын 10 минутта дайын болатын салат дайындаймыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бізге қажет болады бір дана қияр, бір дана қызанақ. Қиярымызды, қызанағымызды өздеріңіз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мен осылай етіп кубик етіп турадым. Қызанағымызды осылай етіп кубиктеп турап аламыз. Және бізге қажет болады фетакса. Фетаксадан мен 30 граммдай қостым. Фетаксамызды солай кубиктеп турап аламыз. Фетаксамызды турап алдық. Және бізге қажет болады салатын лист. Салатын листті қолмен осылай турап аламыз. Салатын листті өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Салатын листімізді кесіп дайындап алдық. Енді құрамдарды қосамыз. Қалған помидорымызды, огурцемізді және зәйтүн майынан бір ас қасықтай қосамыз. Сосын тұздан дәміне қарай мен жарты шай қасық салдым. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырған салатымыздың үстіне фетаксамызды қойып шығамыз. Салатымыз дайын болды. Ыдысымызға салып аламыз. Және де мен үстіне күнжіт септім. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сепсеңіздер, сеппесеңіздер де болады. Егер рецепт сіздерге ұнаса, лайк бас, комментарий қалдырыңыздар, маған қосылуды ұмытпаңыздар.